Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздерде Windows-тың стандартты фондық суреті шаршатты ма? Жұмыс үстеліңізде қаптаған папкалар, керек емес иконкалар көбейіп кетті ма? Онда мен сізге қалайша осындай минималистік стильдегі жұмыс үстелін жасауға болатынын көрсетемін. Қызық па? Онда кеттік. Бірінші қадам — жұмыс үстеліндегі барлық заттардан, артық элементтерден құтылуымыз керек. Мынадай ярлыктарды қарапайым өшіре салуға болады. Ал өзіңізге қажет файлдарды, суреттерді өзіңізге қажетті ыңғайлы жерге сақтап қойыңыздар. Ең соңында сізде осындай жүйелік иконкалар ғана қалуы мүмкін. Енді солардан қалай құтыламыз, соны қарап көрейік. Жұмыс үстеліне тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз, персонализация деген бөлікке кіреміз. Осы жерде темы деген бөлімі бар, соған басамыз. Соңына қарай жүрсеңіздер, параметры значков рабочего стола басамыз. Осы жерде өзімізге керек емес элементтерді белгілеп алып тастаймыз. Применить. Окей. Бітті. Жұмыс үстеліміз тап-таза. Экранның тап-таза болуы өзі бір ғанибет емес пе? Дегенмен бізге қосымша элементтер, қосымша бағдарламалар керек болады. Оның ең біріншісі әрине бізге фондық сурет керек болады. Енді соны қалай ауыстырамыз, соған назар аударайық. Тағы да жұмыс үстеліне тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Сол баяғы персонализация. Осы жерде мына фон деген менюда фото дегенде таңдаймыз. Және де осы жерде біраз фотолар бар, арнайы орнатылып қойған. Бірақ біз өзіміздің дайындаған фотомызды іздеп табайық. Дайын. Бізде соңғы және салыстырмалы түрде күрделірек қадам қалды. Арнайы бағдарламаларды орнату керек. Бұл бағдарламалар видеоның сипаттамасында болады. Орнату қарапайым. Ештемені қозғаудың қажеті жоқ. Мына жерде келісеміз. Және де шамалы күте тұрамыз. Өте жылдам орнатылады. Готово. Және де орнатып болғаннан кейін ондай көп элементтер сізде экранда пайда болады. Ештемеден қорықпаймыз. Закрыть скин деген батырманы басып, бәрін жауып тастаймыз. Енді келесі қосымша скиндар, соларды орнату керек. Енді мына папканың ішінде біз алдында орнатылған бағдарламаның қосымша скиндары бар, соны арнайы папкаға салайық. Ол үшін осы папкалерді қарапайым түрде белгілеп, Ctrl-C-ні бассаңыз да болады, копировать дейміз, документы. Осы жерде Rainmaker деген папка болады, skins. Және де осы жерге жай Ctrl-V деп алып кеп орната саласыз, болды. Ендігі қалған жұмысты біздің Rainmaker бағдарламамыз жасайды. Алдымен жұмыс үстеліне сағатты орнатайық. Екі түрлі сағат бар. Маған көбінесе мынандай қара түсті ұнайды. Оны өзімізге ыңғайлы жерге қойып аламыз, көбінесе ортаға қарай. Кейін перетаскивание дегенді алып тастасаңыз, ол сағатты ары-бері қозғалтуға мүмкіндік болмайды. Екіншісі, келесі қадам бізде Translucent таскбар деп аталады. Соған екі рет шертсек, біздің таскбар мөлдір түсті, яғни түссіз болып кетеді. Барынша біздің жұмыс үстеліміз осылай минималистік қалыпқа келеді. Қосымша қадам ретінде осы таскбардағы артық элементтерді алып тастайық. Мынаны алып тастасақ, бізде люди деген қосымша батырма кетеді. Поисктің ішінде
скрыто десек іздеудің менюі кетеді, және де қосымша өзіңіздің элементтеріңіз бар болса олардың бәрін алып тастауға болады. Осымен біздің безендіруіміз аяқталды. Ұнаса лайк басып достарыңызға таратыңыздар. Және де осындай безендірулердің басқа түрлерін көргіңіз келсе, пікір қалдырыңыздар. Келесі сериясын түсіретін боламыз. Рахмет.